Облыс орталығында соңғы жылдары 100-ге жуық тұрғын үй, 30-ға тарта мектеп, 26 балабақша салынды. Сонымен қатар 500 шақырымдық жол салуда құрылысшылардың үлесі зор. Бүгін Орал қаласының әкімі Мержан Сатқанов облыс орталығының өркендеуіне сүбелі үлес қосқан сала мамандарын жуырда болатын кәсіби мерекемен құттықтап, алғыс хат табыс етті. Қала әкімдігінің үлкен залында мәртебелі мамандық иелері көп болмады. Өйткені жаз маусымы құрылысшылар үшін қарбалас кез. Шаһар басшысы жайық бойындағы әсем қаламыздың соңғы жылдары жаңа кейіпке еніп, өркендей түскенін тілге тиек етті. Бұл тұрғыда құрылысшылардың еңбегі әрине қомақты. Оралымызда 100-ге жуық үлкен үйлер салынса, 30-ға жуық мектеп, 26 балабақша, одан басқа да жеке инвестициялар арқылы әртүрлі ғимараттар салынып жатыр. Бұнымен қатар Оралымыздағы жол саласында да үлкен үлестеріңіз бар. Соңғы жылдары 500 километрдей жолдарды өздеріңіз салып жүрсіздер. Марапатқа шақырылған мамандық иелерінің көбі осы салаға шын берілген тәжірибелі құрылысшылар. Еліміз бойынша құрылыс компаниялары әр аймақта жұмыс істеуге құқылы. Мәселен, Нұрайстрой компаниясының негізі Астана қаласында құрылғанымен, Оралда бірнеше нысандар салуда. Учаске басшысы Жұмабай Оспанов құрылысшы мамандығын Оралда оқып бітірсе, енді осы шаһардың гүлденуіне үлесін қосып жүр. В данный момент наша компания выиграла. Қазіргі таңда біздің компания Орал қаласында коммуналдық желілерді жөндеуге тендерге қатысып жұмыс атқаруда. Біз мамыр айында коммуналдық желілерді жаңарту жұмыстарын бастадық. Қазір кестеге сай жүрудеміз. Екінші бір кейіпкеріміз Медет Уәлиев те өз мамандығына шын берілген жан. Қиыннан қиыстырып заманауи ғимараттар тұрғызу бала жастан арманы болатын. Ол осы мамандықты таңдағанына еш өкінбейді. Сызба бойынша салып шығу деген өзі бір өте ерекше нәрсе ғой, қиын нәрсе. Сондықтан қиын нәрсені салып шығару, іске асыру, сол мен үшін өте маңызды болды. Сол жақсы ғимараттар салу, жақсы зәулім ғимараттар салу, үй салу, мектептер салу, балабақша салу мен үшін бір сондай бір қызығушылық болды. Жоғары кәсіби шеберлік пен үлкен тәжірибе мектебіне өткен құрылысшылар қашанда сұранысқа ие. Олар қандай құрметке де лайық әрине. Қала басшысы облыс орталығының көркеюіне сүбелі үлес қосып жүрген жандарды құттықтап, алғыс хаттармен марапаттады. Лоқпан елі Өрістен Мешсанов, Саид Самиғолла, Ақ Жайық телеарнасы.